Ертеде, ерте жүні бөртеде. Бір күні шал мен кемпір бопты. Сонымен шал айтады: «Әй, кемпірім, маған тәтті бауырсақ пісіріп бер» дейді. Кемпір айтады: «Әй, шал-оу, он жоқ қой» дейді. Сонда апасы айтады: «Не істеймін мен?» дегенде, атасы айтады: «Сен қамбаларды барып қарап, бір-екі уыс ұн табылатын шығар» дейді. Бәрін сыпырып, жинап, кілегейге шылап дейді, илеп, содан кейін маған бір бауырсақ пісіріп бер дейді, домалақ дейді. Сонымен апасы барады да қамбаға, 2 уыс ұн табады. Сонымен кілегейге шылап, оны майға пісіреді кілегейге. Сонымен шылап, илеп, майға пісіргеннен кейін домалақ бауырсақ пісіреді. Оны алады да балалар, терезеге қойып қояды. Ол терезеде жатып, іші пысқаннан кейін, терезеден секіріп, орманға қарай домалап кетеді. Домалап бара жатса балалар, алдынан қоян шығады. «Әй, бауырсақ, мен сені жеймін» дейді. Сонда бауырсақ жылап жүреді, өлең айтады: «Мен саған өлең айтып берейін, мені жемеші, қоян» дейді. «Жарайды» дейді да, қоян тыңдайды. «Мен бауырсақ, атамнан қаштым, апамнан қаштым» дейді. «А сен нең қоян?» «Оңай қашып кетем» дейді да, домалап кетеді. Домалап бара жатса, балалар, алдынан кім шығады балалар? Қасқыр шығады екен, иә. Сендер білесіңдер ғой, бұл ертегіні. Ал енді қасқыр айтады: «О, бауырсақ, мен сені жеймін» дейді. «Жемеші мені» дейді да, бауырсақ не істейді балалар? Өлеңін айтып береді, иә? Өлең айтады: «Мен бауырсақ, апамнан қаштым, атамнан қаштым, қояннан қаштым. А сен нең қасқыр? Қорықпаймын» дейді да, қайтадан домалап кетеді, балалар? Домалап келе жатқанда, алдынан кім шығады балалар? Аю шығарады, иә? Қорбаң етіп: «О, бауырсақ, мен сені жеймін» дейді, иә балалар? Содан кейін бауырсақ қорқып кетеді, иә? «Жемеші мені, маған өлме, саған өлең айтып берем» дейді. Өлең айта бастайды. «Мен атамнан қаштым, апамнан қаштым, қояннан қаштым, қасқырдан қаштым. Ал сен нең аю, қорықпайын» дейді да, қайтадан домалап кетеді, балалар? Алдынан кім шығады балалар? Түлкі. Түлкі қандай балалар? Қой, ол бүйтеді: «Қандай әдемісің бауырсақ, тәп-тәтті екенсің, домалақ екенсің. Кәне өлеңің әйбет екен, айтып берші маған» дейді. Сол кезде бауырсаққа ол да жемейді ғой, бірақ бауырсақ өлең айта бастайды. Қалай айтады? «Мен бауырсақ, атамнан қаштым, апамнан қаштым, қояннан қаштым, қасқырдан қаштым, аюдан қаштым. Ал сен не?» деп айтайын деген кезде, түлкі не істейді балалар? Иә, айтады: «Әй, бауырсақ, мен естімей тұрмын, мен кәртейдім, құлағым естімейді» дейді. «Сен мынақа мен алдыма келіп отырып, мынақа тұмсығыма, әйбәттәп өлеңіңді айтып бер» дейді да, мақтанып кетеді, бауырсақ. Тұмсығына отырған кезде, енді өлең айта бастаған кезде не істейді түлкі? «Ап» деп жеп қояды, балалар? Ап деп жеп қояды. Ал енді балалар, ұнады ма сендерге ертегі? Ұнады, иә? Жақсы ма балалар? Ұнады ма саған? Балам, не туралы біз